Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен астық, овсяные хлопья, шекер, қопсытқыш салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне үккіштен өткізілген сары майды салып, қолымызбен жақсылап ұсақтаймыз. Қаймақтың үстіне шекер, жұмыртқа және ванилин салып, жақсылап араластырамыз. Форманың астыңғы жағына жұқалап қамырымызды төсеп шығамыз. Үстіне жұқалап қаймақ кремімізді құйып шығамыз. Қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Осылайша кезек-кезек қамырымызды, қаймақ кремімізді салып, барлығы біткенше құйып шығамыз. Бетіне үккіштен өткізілген сары майды төсеп шығамыз. Пирогты 170 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Пирог толық суыған кезде формадан аламыз. Мен толықтай суытып алдым. Пирогымызды кесіп көрейік. Иісі енді керемет. Дәмін көрейік. Өте дәмді шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Толық құрамын төменгі описаниеда жазып кеттім. Ас болсын.